Сәбіз шырынының пайдасы. Сәлем достар. Бүгін сіздермен түрлі витаминдерге толы сәбіз шырыны туралы айтамыз. Адам өмірі үшін аса бағалы дәрумендер мен минералды заттарға бай тағы бір өсімдік сәбіз. Пайдалы қасиет сәбіз шырынында көбірек сақталады. Сондықтан да оны кішкентай бөбектер, болашақ және бала емізетін аналар, асқазан, бүйрек, жүрек, қан диабеті ауруына шалдыққан жандар көбірек пайдаланған жөн. Ересек адам күніне 1 стакан сәбіз шырынын пайдаланса, әбден жеткілікті. Тек сәбіз шырыны тұрып қалмауы керек. Ұзақ тұрып қалса, шырынның пайдасы өзгеріп, емдік қасиеті жоғалады. Сәбіздің ағзаға берер пайдасы халыққа ертеден-ақ белгілі. Қазіргі таңда ғалымдар сәбіздің құрамындағы әрбір дәруменге кеңінен тоқталып, оның емдік қасиеті туралы айтуда. Сәбіз құрамындағы А дәрумені адамның бойын өсіреді, көру қабілеті мен теріні жақсартуға ықпал етеді. Бұл дәрумен жұмыртқа, бауыр және сүт өнімдерінде кездеседі. Сондықтан да сәбізді осы тағамдармен бірге пайдаланса болады. Сәбізді қаймақпен араластырып пайдаланса, оның құрамындағы каротиннің едәуір бөлігін адам өзіне оңай сіңіре алады. Еуропа елдерінде сәбізді балмен араластырып сақтайды екен. Мерекелік басқосуларда еуропалықтар бір-біріне балда сақталған сәбіз сыйлайды екен. Яғни бұл денсаулығың мықты болсын деген ниеттің белгісі. Сонымен қатар сәбіз құрамында адам ағзасына сіңгенде глюкозаға айналатын 6-8% қант та бар. Ол көбіне сәбіздің сыртқы жұқа қабығында сақталады. Ал ортаңғы өсегі аскорбин қышқылы мен Б дәруменіне бай. Сәбіз қаны аз адамдарға өте пайдалы. Оның құрамында фолий қышқылы қанның қызыл түйіршігі эритроцитке тез айналады. Бұл қышқыл картоп пен ас бұршақта да кездеседі, бірақ оны көбіне қайнатып барып пайдаланамыз. Ал сәбіз шикі күйінде де өте дәмді. Басқа өсімдіктер сияқты сәбізде де минералды заттар өте көп. Соған орай бүйрегі, жүрегі, қан тамырлары ауыратын адамдарға сәбіздің пайдасы өте мол. Сәбізді көптеген тамақ түрлеріне қосып әзірлеуге болады. Сәбізді тері күтіміне де пайдалануға болады. Дәрумендерге бай сәбізден жасалған маска терінің табиғи қалпын сақтауға, тартылып тазаруына ықпал етеді. Күйік шалғанда үккіштен өткізілген сәбізді жарасыз заттарға басса, теріде күйік ізі қалмайды. Егер сіздерге ақпаратымыз пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер.